Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз келесі сабағымызды жалғастырамыз. Бізде шартты циклдер, бізде while цикл. Сендердің кітаптарында соңғы шарт деген цикл бар, және екіншісі алдыңғы шарт деген цикл. Алдыңғы шарт. Python программалау тілінде бізде соңғы шарт жоқ, бізде тек қана алдыңғы шарт цикл, while цикл бар. Яғни бұл бізде шартты тексеру арқылы жаңағы циклдеріміз жүреді. Енді Python программалау тілінде ол қалай орындалатынын қарастырайық. Мысалы бізде A айнымалысы бар, ол бізде бірге тең болсын. Енді while циклы арқылы ол бізде қалай орындалатынын қарастырамыз. While A бізде алдыңғы сабақта үлкен немесе теңдерін қарастырғанбыз, жаңағы салыстыру операторларын. Бізде мысалы A егерде 10-нан кішкентай болса, қос нүкте қоямыз, бізге print мысалы hello болсын. Және егерде бізде мына жерде A 10-нан кішкентай болғанша дейін, пока while деген бізде әзірше деген пока деген білдіреді. Пока A бізде 10-нан кішкентай болғанша дейін бізде қайталайды. Және мына жерге біз жаңағы A-ны үлкейтіп отыруымыз керек біруге. И бізде ол жаңағында жұмыс істейді. Егерде мына болмаған жағдайда қалай орындалатынын қарастырайық. Run модуль. Окей. Бізде мына жерде бізде бесконечный цикл болып келеді. Міне қарап отырсыздар. Бізде hello деген сөз тоқтамай қалады. Яғни бізде A әрқашан бірге тең болады, ол бізде 10-нан кішкентай болады, бізде мынау цикл әрқашан орындай береді. Яғни біз егерде мына жерге A плюс 1 десек, яғни бізде мына жердегі A әрқашан бірге өсіп отырады. Сол себептен бізде яғни мына жердегі шартымыз орындалады. Яғни мына жерде қарасақ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рет орындалды. Яғни бізде A 1-ге тең болды, ол бізде 10-нан кішкентай, A 2 мына жерге 1-ге өсті, мына жерде уже A 2-ге тең. Ол тағы да өсті 1-ге. Ал егерде мына жерге тағы да print деп қоятын болсақ, print бізге A-ны шығарып отырсын. Енді жіберіп көрейік. Міне, көріп отырсыздар. Бізде A бастапқы жағдайда 1-ге тең болды. Ол жазды hello деп. Яғни A-ға 1-ді қосты мына жерде. Яғни бізде міне A 2-ге тең. Келесі 2-ні 10-мен салыстырды. A-дан кішкентай, 2-ден 2 10-нан кішкентай. Яғни тағы да hello жазды. Мына жерде 2-ге 1 қосылды, 3 деп көрсетті. Тағы да солай келеді, бізде мына жерге тең келеді. Яғни 10-ға тең болды мына жерде. A әрқашан бірге үлкейіп отырып 10-ға тең болды. Яғни 10 10-нан кішкентай емес, біздің жаңағы циклымыз аяқталды. Енді бізде егерде мынаны алып тастап, бізге break деген жаңағы оператор бар. Break операторы. Яғни ол бізде циклды тоқтатады. Осып көрейік. Міне көріп отырсыздар, мына жерде бізде hello деген бір-ақ рет орындалды. Яғни біздің мына жердегі жаңағы циклымыз бір рет орындалды. Яғни бір рет келді, мынау hello орындалды, содан кейін келіп, мынау break'қа келгеннен кейін ол бізде мынау циклден шығып кетті. Яғни біздің программамыз бір-ақ рет орындалды. Яғни егерде бізге тоқтату керек болса, белгілі бір жағдайда программаны біз break'ті қолданамыз. Яғни ол бізде циклден шығу оператор. Енді келесі бізде continue деген бар, яғни жалғастыруға. Мысалы бізде A тең 1-ге тең, while 10-нан кішкентай деп қойып. Енді мына жерге бір шарт жазайық. Егерде if, мысалы егер бізде A тең 5-ге тең болса, егер 5-ге тең болса, бізге print мына жерге мысалы world деп айтсын. Яғни біз егерде мына жерде
while бізде мына жерде өсіп жатады. Қазір әрмен қарай жазайық. Ол бізге world деген болу керек, яғни мынау a бізде 5-ке тең болған жағдайда. Бұл жерге жазып қоямыз, мысалы a тең a плюс 1 деп, яғни біз әрмен қарай a-ны үлкейтіп отырамыз. Содан кейін барып мына жерге жаңағы continue операторын жазамыз. Яғни continue, яғни бізде a 5-ке тең болған кезде бізде world дегенді жазып, содан кейін барып біздің программамызды әрмен қарай жалғастырады. Біз әрмен қарай жазамыз print. Мына жерде біз hello жазайық. Hello манағындай. Енді біз жаңа a-ны үлкейтуіміз керек. a тең a плюс 1. Енді қарастырайық. Бізде программамызда бізде a тең 1-ге тең. Енді біздің шартымыз a 10-нан кішкентай болғанша дейін бізде программа орындалу керек. Яғни бұл біздің жаңағы циклдың денесі. Енді бұның ішінде егер де бізде a 5-ке тең болса, бізге мынау world деген сөз жазу керек. Содан кейін бар бізде a-ға 1-ді қосып, әрмен қарай программаны жалғастыру керек. Яғни әрмен қарай біздің программамыз жалғаса беру керек. Яғни пока мынау шартымыз орындалғанша дейін. Яғни hello деген сөзді ол әрмен қарай жазып кету керек. Біздің программамыз мына жерде тағы да a үлкейе береді 1-ге. Енді іске қосып қойып, run модуль дейміз. Окей. Міне көріп отырсыздар. Бізде басында бірінші a 1-ге тең болған кезде hello деді, 2-ге тең болған кезде hello, 3-ке тең hello, 4-ке тең hello, 5-ке тең болған кезде, міне 5-ке тең болған кезде бізде world деген сөз жазды. Содан кейін әрмен қарай дальше орындайды, 6-ға тең hello, 7, 8, 9, яғни 10-ға тең болған кезде біздің программамыз тоқтады. Яғни программа 10 болған кезде біздің программамыз, яғни 10-нан үлкен емес, біздің жаңағы мынау циклымыз аяқталды. Яғни осындай түрде бізге жаңағы белгілі шарттарды беру арқылы, яғни мына жерде біз шартты береміз, бұл шартқа байланысты біздің яғни циклымыз орындалады. Яғни бізде мысалы бұл жерде a саны бізде үлкейіп отқан сайын, яғни белгілі бір жерге жеткен кезде біз программадан шығамыз. Мысалы бір санды бірнеше рет қайталау, яғни санды бірнеше рет өзгерту сияқты жаңа есептер шығарған кезде. Және break арқылы біз оны тоқтатып қоюымыз болады, яғни бізде бұл бір ақ рет орындалады. Және continue арқылы біз оны тағы бір белгілі шарттарды ішіне орналастыруға болады. Сабағымыз осымен аяқталады. Жаңа көрсетілген мысалдарды өздерің Python программалау тілінде орындап көріңдер. Сау болыңдар.